Bölümше, uykudan tur. Жауынгер, киін. Бол, ұйқыны ашамыз. Үйлі емессіңдер. Біз өтеміз. Бір қатарға сапқа тұрамыз. Түзел, тек тұр. Жинақтал. Жинақталу доғар. Аяқ қосамыз, түзел. Тек тұр. Жарайсыңдар. Өте керемет. Сұрақ, жауынгер. Бүгін бізді не күтеді? Бүгін теория сабақтарында әскердегі ұшу құрылғылары, яғни тікұшақ пен ұшақтың маңыздылығын білетін боласыңдар. Ал тәжірибе жүзінде парашютті жинауды үйренесіңдер. Түсінікті ме? Дәл солай! Естімей тұрмын. Дәл солай! Жарайсыңдар. Оңға! Қарындарың ашты ма? Иә! Естімей тұрмын. Дәл солай! Таңғасқа, адым, бас! Бізде сержант мырзамен түскен сурет жоқ екен ғой. Иә, оны танитынымызға мақтан тұтамыз. Мынау естерінде болсын, жауынгерлер. Әрбір Қазақстан жауынгері ел мақтанышы. Өйткені олар елдің қамын жеп жүреді. Сондықтан офицер лауазымы жай ғана қызмет емес. Осы естерінде болсын. Түсінікті ме? Дәл солай! Түзел. Тек тұр. Оңға. Сыныпқа адым, бас! Ешкімде сұрақ жоқ па? Жоқ. Дұрыс. Ендеше теория сабағымыз аяқталды, ал тәжірибе сабағында алдыңғы сабақта өткен парашюттарыңды жинап үйренесіңдер. Түсінікті ме? Дәл солай! Парашютті жинау үшін оны бірінші ашамыз, жинауға дайындаймыз. Екі екеуден бөлініп, ашуға кіріс. Мәссаған, мұны парашютті жинай аламыз бекен? Өте үлкен ғой. Әрине жинай аламыз. Әңмен доғар, назар ортаға. Сарбаздар, Д6 серия 4 парашютті 6 этаппен жиналады. Оның ең бірінші этапы парашюттің әрбір бөлігін тексеріп, жарамды емес екенін көреміз. Мусор бар ма, жоқ па? Тексереміз. Мына камерасын кигіземіз. Камерада мөр тұр, парашюттағы мөр. Бірге келу керек. Негізінде проверка этапқа осылай мөрлерін келтіріп тексертеміз. Дәл солай!